Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге қызыл барқытта торт дайындайтын боламыз. Үй температурасында майымызды миксерлей отырып қантымызды қосамыз. Жұмыртқамызды шетінен қоса отырып миксерлейміз. Су майымызды қосамыз. Ұнымызға какао, қопсытқыш, ас содасын қосып араластырып аламыз. Айранымызға пищевой краскамызды қосып араластырамыз. Құрғақ қоспамызды електен өткізе отырып сұйық қоспамызға араластырамыз. Бояқ қосылған айранымызды арасына қоса отырып миксерлейміз. Дайын болған қоспамызды формамызға салып, духовкада 180 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. 22 сантиметрлік формаға екіге бөліп пісіріп алдым. Піскен бисквиттарымызды суытып алып, бетін тегістеп кесіп шығамыз. Кесіп алған бисквитіміздің бетін алып қоямыз. Тортымыз сырғып кетпес үшін астына кішкене ғана кремімізді жағып, кальциясымызды салып, ішіне кремімізді құйып шығамыз. Кремнің жасалу жолы каналымда бар, описанияға ссылкасын қалдыратын боламын. Екінші бисквитімізді салып, бетіне кремін жағып, холодильникке 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Алып қалған бисквитімізді қолмен үгітіп шығамыз. Тортымызды кальциядан шығарып, кремін жағамыз. Ұсақталған бисквитімізді бетіне сеуіп шығамыз.
Тортымызды холодильникке 6 сағаттай қойып қоямыз. Тортымыздың дәмі өте керемет, жасап көріңіздер.